Барлықтарыңызға сәлем, Құралайдың арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге баялдыдан жасалған тіске-басар, яғни тёшыны язык дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір баялды, 2 қызанақ, 2-3 бас сарымсақ, бір жұмыртқа, панировочный сухари және майонез керек болады. Майонезді сарымсағымызға араластырып қойып қоямыз. Оның дәмі жақсы шығу үшін. Осыны дайындап бірінші қоямыз. Одан кейін бір жұмыртқамызға тұзымызды салып араластырамыз. Сосын баялдымызды осыған салып, аунатып, панировочный сухариге аунатып дайындаймыз. Міне осындай болып дайын болды. Осыны ысып тұрған табада майда қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Достар, видеомды ары қарай жалғастырмас бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздерге тағы да жаңадан видеоларымды салып тұрамын. Міне менде дайын болды. Осыған қызанағымызды кішкене тұздап, баялдымызға осылай жағып, қызанағымызды саламыз. Әркім әрқалай жасайды, мен осылай жасаймын. Жеуге ыңғайлы болу үшін. Міне менде дайын болып қалды. Барлықтарыңызға рахмет. Ас болсын.